Мен енеге қызмет етуге міндетті емеспін. Мен атаға тамақ пісіріп беруге міндетті емеспін. Мен күйеуімнің носкиін жууға міндетті емеспін. Мен өзім үшін өмір сүруім керек, өзімнің рахатым үшін. Күйеуім дейді, сонда айтып тұрғанын қараңызшы. Күйеуім мені риза ету керек дейді. Күйеуім жұмыс жасап, табыс табу керек та мені риза ету керек дейді. Маған ана психологтардың айтатыны ғой. Әйелге жаңа көп сыйлық сыйла деген. Күйеуім маған көп сыйлық сыйлау керек дейді. Мен айтам, не үшін сонда күйеуің саған жақсылық жасау керек? Не үшін енең сенің балаңды бағу керек? Тіпті енең сенің балаңды бағуға міндетті де емес деймін. Сол ғой, мына қоғам қазір тәрбиелеп жатқан, кім болса сол аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген, ақшасы барлар ғана. Санасы барлар емес. Санасы бар адам болса, ондай нәрсе жасамас еді. Олай халықты азғырмас еді. Енді той деген нәрсені мен өзім көбіне айта бергім келмейді, негізі бар ғой. Өйткені тойда бұрынғы қазақ той тәрбие мектебі деген нәрсе қазір жоқ. Керісінше сол тәрбиесіздіктің мектебіне қарай ұласып бара жатырмыз. Қадіріңнің қашқанынан артық жаман қасиет жоқ. Дүниеде ешкімге керексіз болып қалудан артық жаман қасірет жоқ. Дүниеде іздеусіз қалғаныңнан жаман қасірет жоқ. Абайдың сөзінде де айтады ғой, қазақ баланы не үшін тілейді дейді. Өлген соң артымнан жыласын деп, артынан іздесін деп тілейме деген. Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бұл қазақ қоғамында маңызды тақырыптарды сөз ететін аңсар подкаст бағдарламасы. Бүгін біз қазақ қоғамдағы сөздің құны мен рөлі тақырыбын қозғаймыз. Барлығымыз білеміз, қазақта сөздің рөлі ерекше. Қазақта сөзбен кезінде соғысты тоқтатқан, бір ауылды өзіне қаратқан, немесе осындай бір мәселелерді шешіп отқан болатын. Ал қазіргі қоғамда сөздің салмағы қандай, кімнің сөзі өтімді, кімнің сөзі елеусіз, осыны ажырата алмай қалдық. Осы сұрақтарды тереңнен қозғау үшін бүгін бізде ерекше қонақтарымыз бар. Ақын Қазақ Жазушылар одағының мүшесі Гүлжайнар Нәренқызы және ақын және бірнеше жырлар жинағының иесі Нұрсұлтан Әбжан ағамыз келіп отыр. Сіздерге қош келдіңіздер дейміз. Және біз қазақ үшін сөз ол қару, сөз ол байланыс, сөз ол тәрбие. Бірақ қазір кезде сөздің құны жоғалып бара жатыр. Осы мәселе төңірегінде сөйлессек, не айтасыздар? Апай, бірінші өзіңіз не айтасыз? Қайырлы күн. Енді қазақта сөз күре тамыр дейді ғой. Күре тамыр деген ол адамның өмір сүру тамыры ғой. Күре тамыр кетсе, адамның бойындағы барлық болмысы жоғалады. Адамдық келбетінен айырылады, жалпы өмір сүруден қалады. Ал енді тіл күре тамыр болғанда, сөз күре тамыр болғанда, біз үшін, әсіресе қазақ үшін бір ауыз сөз салмақ, бір ауыз сөз талай, жаңа өзіңіз айтып отырғандай, қаншама нәубетте де қазақты бір ауыз сөзбен жұбатқан, қаншама қиындықта еңсендік деген біз осы бір ауыз сөзбен. Тіпті өзіміздің ұрпағымызды жаман болады, ұят болады, обал болады деген сөздермен тәрбиелеген қазақ қой енді. Ал енді бүгінгі таңда осы жиі айтылатын сұрақтың бірі, неге қазақтың сөзі өліп бара жатыр, неге қазақтың сөзі құнсызданып бара жатыр деген. Сөзді әр сөз киелі. Аузымыздан шыққан әрбір сөз киелі. Сондықтан жақсы сөз жарымырыс деп айтады қазақ. Жақсы сөз сөйлей білсек, ол жан-жағымызға шуағымызды шашып қана қоймай, ертеңгі болашаққа деген нағыз мотивацияны, бүгінгі таңда психологтардың айтатын мотивациясын біздің қазақ халқы баяғыда айтып кеткен оны. Ол бүгін кеше психологтардың шығарып жүрген жаңалығы емес. Сондықтан жақсы сөзді айтқан қазақ қай уақытта да жақсылықпен алға қарай ұмтылған. Ал енді жаман айтпай жақсы жоқ дейтін қазақ, алдын ала ол жамандықты күтіп отырған қазақ емес, былай қарағанда. Ол жаман айтпай жақсы жоқ деген сөздің түп төркініне үңіле білсек, біз сөзді жақсы жаққа қарай бұрсақ, ісіміз жақсы болады деген сөз ғой. Сондықтан сөздің құдіреті қай заманда болмасын, қай дәуірде болмасын, адам жер бетінде тіршілік етіп тұрса, сөздің құдіреті өлмейді. Ал енді қазақтың қазіргі нағыз майталман сөздің шеберлері бар кезде, қазақтың сөзін түсінетін ұлт бар кезде, біздің бабаларымыздың сөзі
бар кезде, тарихымыз, әдебиетіміз бар кезде қазақтың сөзі өлмейді. Біз сондықтан қай уақытта да өзіміздің өткенімізді кешегіге қарап отырып, кешегінің бабаларымыздың бізге қалдырған сөзі арқылы бүгінгі ұрпақ әлі де тәрбиеленіп келе жатыр деп айтар едім мен. Керемет. Аға, сіз не айтасыз? Енді жалпы сөздің құдірет екендігі, сөздің бір қасиет екендігі ол белгілі жайт. Өйткені кешегі бабаларымыздың өзі айтқан жоқ па, жол бастау қиын ба, қол бастау қиын ба, сөз бастау қиын ба деген кезде, жол бастау қиын емес, баратын жерден көл табылар, қол бастау қиын емес, шабатын жерден ел табылар. Бәрінен де шаршы топта сөз бастау қиын, тауып айтсаң мереке қылады, таппай айтсаң келеке қылады деп. Сол сияқты жалпы сөз деген нәрсе ол қай кезде де асыл дүние, қазақ үшін оның ішінде де өте құрметті дүние. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі айтпай ма, сөзде сиқыр бар дейді да. Сондықтан байқап сөйлеңдер дейді. Жақсы сөз сөйлеңдер, немесе үндемеңдер дейді да. Сондықтан адамның аузынан шыққан әрбір сөз ол белгілі бір дәрежеде қасиетті, белгілі бір дәрежеде құрметті, белгілі бір дәрежеде құнды. Сондықтан не сөйлейтініңді, кімге сөйлейтініңді, қалай сөйлейтініңді міндетті түрде біліп сөйлеуге тиістіміз. Енді қазіргі таңда айтып жатырсыз ғой, енді бұрынғыдай сөз тыңдайтындар жоқ, сөздің қадір қасиеті төмендеп бара жатқан сияқты деп. Енді ол ақиқат нәрсе. Қай нәрседе де, қай асылымызда, қай жақсымызда қазір бір құлдырап бара жатқан уақытқа душар болып отырмыз. Бұл да бір енді уақыттың, заманның үлкен бір жаңағы белді проблемаларының бірі деп білеміз. Енді Хакім Абайдың өзінен де сұрайды ғой, сіз жалпы адам баласынан жеңіліп көрдіңіз ба сөзден деп. Сол кезде Хакім Абай айтады ғой, неге жеңілмеймін, менің де жеңілген кездерім болады. Сонда қалай, қай жерде, кімнен жеңілдіңіз дегенде, сөз түсінбейтін адамнан мен күнде жеңілем ғой дейді ғой. Сол сияқты сөз деген нәрсені ол түсінетін адамға айтсаң, ол үлкен ақыл, ол үлкен даналық, ол үлкен тоқтау. Ал түсінбейтін адамға айтсаң, сен сөзіңнің қанша асылын арнасаң да, сөзіңнің қанша құндысын, сөзіңнің қанша қаймаған арнасаң да, сөз түсінбейтін адам бәрібір түсінбейді оны. Сондықтан кезінде ел билегендер, кезіндегі билер, кезіндегі шешендер, бабаларымыз кезіндегі, ол кезде сөздің қадір қасиетін, сөздің парқын түсінетін, елді, халықты түсінетін адамдар сол кездерде билікте отқан ғой. Сондықтан бір ауыз сөзге ел мен ел соғысайын деп тұрған кезде бір ауыз сөзге тоқтаған сол кездерде. Ал қазір сөзге тоқтайтын, жөнге тоқтайтын адам жоқ қой қазір көбінесе. Азайып кетті ғой, бар шығар, бірақ азайып кетті ғой. Сондықтан қазіргі таңда бір сөздің құны жойылып бара жатқан секілді, адамдардың құнсыздануына байланысты. Керемет. Сіз жаңа айтып өттіңіз ғой, халықтың несі өзгерді деп ше, сөзді қабылдауы. Сол тұрғыда енді сіздер халықпен тіке жұмыс жасайсыздар, қоғаммен жұмыс жасайсыздар. Асабалық болсын, тележүргізушілік болсын, айтыс болсын, қазіргі кезде аудиторияның деңгейі өзгерді ме? Сол туралы айтсаңыздар. Аудиторияның деңгейі өзгерді. Өзгерді деп айтатын себебім, жаңа айтып отырғандай, бір ауыз сөзге тоқтайтын қазақтың ұрпағы бүгінгі таңда бос күлкіге, ұрду-дұрду, көпшілік ортада не үшін өзі шығып тұрғанын білмейтін халге жетіп тұр. Өкінішке қарай осылай болып тұр. Бұның себебі неде? Бұның себебі біз мына тарихтағы бізге төнген талай зобалаңдар болды ғой. Талай қаймақтарымыздан айырылды ғой қазақ. Біз негіз содан көре береміз. Одан бері де көш жүре түзеледі деп келе жатқанымызға қанша жыл болды. Енді көштің жүре түзелуі, жүріп бара жатып көш өздігінен түзелмейді ғой, оны түзететін адам болмаса. Сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзел деп Абай қай заманда айтып кетті, сол заманнан бері әлі түзелмей келе жатқан тыңдаушылардың қатарының көбейіп бара жатқандығы, сөздің жөнін білетін адамдарға ермей тұрғандығы. Сөздің жөнін, сөздің істің мәнін білетін адамдар әлде де Аллаға шүкір жоқ емес, бар. Және қазір жастарымыздың қызығушылығы жоқ деп айтуға болмайды оған.
Мысалға мен өзім күнделікті көріп жүрген Ер едіге жыр мектебін айтар едім. Ер едіге жыр мектебінің бүгінде жетекшісі Әділбек Сарин деген азамат қазақтың қаршадай кішкентай ғана балаларын, мектеп жасында оқып жүрген балаларды жырға тәрбиелеп келе жатыр. Енді ана балалардың өсу дәрежесі, ойлау дәрежесі, бір-бірімен пікір таластыруы ерекше. Қарап отырсам, сонан кейін бізде мынадай нәрсе ғой, жаңа ғана мен Нұрсұлтанға осы жөнінде айтып отырғам. Дастарханда қонақтас болдық біз бір дастарханның басында. Сол кезде дастарханға қазақтың ұлттық тағамдары қойылды. Құрт, бауырсақ, ірімшік дегендей. Жаңағы жыр мектебінің балалары бар, Шашу деген халықтық отбасылық ансамбль бар, соның балалары бар. Осы балаларға қарап отырсақ, олар ана дастархандағы қазақтың ұлттық тағамдарын қанағат етіп отыр. Сонымен тамақтанып, сонымен шырқап шайды ішіп, сонымен қымызды ішіп, сонымен қуат алып жырлап отыр олар. Батырлар жырын, Қырымның 40 батырын жырлап отыр олар. Сонда мен таң қалғаным, біз не қыламыз? Біз тойда аста төк дастарханды дайындаймыз. Бір адамның айтқан тілегін 20 адам қайталайды. Бәріміз соны тыңдаймыз. Онан кейін желпілдеген биге кезек береміз, немесе селкілдеген ойынға кезек береміз. Сонан кейін жеңіл-желпі сөзге мән беретін, халық тіпті сөзге де мән бермейді. Бұрын былай болатын еді. Той тәрбие ортасы болатын еді бұрын, Неге той тәрбие ортасы дейміз? Мәселен, Абай жолын оқысақ, онда да мынадай бар. Құнанбайдың үйіне қонақтар келген кезде Зере оң жағына Абайды отырғызады дейді. Абай ол кезде бала. Ал енді қонақтары кімдер? Қонақтары барлас ақын, жыршылар, жырауларды шақырады екенде, балаға бата алдырады содан. Көрдіңіз бе, қазақтың дәстүрінің қандай кереметтігі. Кез келген қазақтың шаңырағына қонақ келеме, ол қонақпен бірге баланы отырғызатын, бала отырған жерде ауыр сөз айтылмайды. Бала отырған жерде жеңіл-желпі әңгіме айтылмайды. Өйткені бала ата-ананың айнасы. Бала ата-анадан не көріп отыр, үйіне қандай қонақ келгенін, оның қандай әңгіме айтқанын бала көріп отыр ма, ертең соны жасайды бала. Сондықтан біз қазір не қыламыз? Тойға топырлатып бала шағаны ертіп барамыз да, жаңағы селкілдеп билеп жатқанды көрген бала ертең не ойлайтын болады, қандай тәрбие алатын болады ол тойдан. Сол себептен жаңа тыңдаушы өзгерді деп отырғаным сол. Тойға келгенде біз асаба қандай маңызды нәрсе айтып жатыр деп тыңдаудан қалдық. Көп жағдайда асаба неге ойын ойнатпайды екен деп отырамыз. Рас қой, Нұрсұлтан енді өзі Нұрсұлтан өзі талай тойды жүргізіп жүрген жігіт қой енді. Сонда тойларда, той негізі жаңа айтып отырған тәрбиенің ортасы болуы керек. Өйткені той кімдерге арналып жатыр? Жаңадан отау құрып жатқан жастарға арналып жатыр. Жаңадан өзінің қадамын нықтап басайын деп отырған жастарға арналып отыр. Сондықтан ол жерде жеңіл-желпі сөз емес, жеңіл-желпі ойын емес, сол жаңадан отау құрып отырған жастарға, жаңа өмір бастаймын деп отырған жастарға жаңаша леп беретін, өмірлік қағида болып ойында қалатын дүние айтылу керек қой ол жерде деп ойлаймын мен. Сондықтан жаңа тыңдаушының сана деңгейінің өзгеріп жатқанын айтып отырмын. Енді Нұрсұлтан жалғайтын шығар, өзі талай тойдың ортасында жүр. Тележүргізуші ретінде айтайын енді тағы да мен. Нұрсұлтан қазір енді асаба жөнінде айта кетер, тележүргізушілер дегенде сөздің басты жеткізуші құралы ғой деп отырсыз ғой. Бүгінде тележүргізушілердің сөздерінде мынадай тіркестер бар. Ағымдағы жылы деп айтады. Бұл ағымдағы жылы деген текущий год деген орыстың таза сөзінен аударылған калька былай қарағанда. Қазақта жылды аққызбайды еш уақытта. Біз келер жылдан не күтеміз? Жаңа ай жарылқа, ескі ай есірке деп айтатын қазақ емеспіз бе біз? Жаңа айдан, жаңа жылдан біз жақсылық күтеміз ғой. Ағымдағы жылы емес, бұл біздің кәдімгі қазақтың өзінің қанына сіңген биыл, бұл жылда, осы жылда деген тіркестермен айтылу керек. Онан кейін тағы да осындай тележүргізушілердің тілінде ресми түрде айтылып жүрген көп сөздерге қателіктер болады. Мысалға, ауа райы болжамын айтқан кезде осылай күтілуде, ертең жаңбыр жауады деп күтілуде, өрескел қателік бұл. Ожидается дождь деген орыстың тілінен бұл да аударылған калька. Былай қарасаңыз, ауа райының қолайсыздығы деген бар қазақта. Немесе ертеңгі күні жаңбыр жауады деп болжайды қазақ. Болжам ғой өйткені ол.
ешкім ол жерде құдай емес қой, ертең не болатынын біліп тұрған жоқ. нақты бір нәрсені күтетін дейсіз ғой. Иә, нақты бір нәрсені күтетіндей, жаңағы наконец-то вирус келді деген бір әңгіме болды ғой, енді сондай сияқты әңгімелерден шығып кетіп отыр ғой. Сол себептен мына тележүргізушілер көп жағдайда қазақтың өзінің төл сөзімен сөйлеуді үйренуі керек. Ресми қағаздар стилінде де осы сөздер жүру керек деп ойлаймын. Өткенде бір әріптестеріміз сүтті қыз деген торт алайын дейді. Енді ол енді қазіргі рецепттерде молочная девочка деген орыстардың атауы бар. Оны бір әріптесіміз түзеді. Жоқ, сүтті қыз емес, неге қазақтың өзінің тілінде айтпаймыз деп. Шындығында ол балқаймақ. Қазақтың қандай әдемі. Мысалға, мороженое дегенді балмұздақ деп қандай әдемі аударма жасалды. Кәдімгі қазақтың төл сөзіне еніп кетті. Балмұздақ алғым келеді, балмұздақ жегім келеді дегендей. Сондықтан мына әрбір сөзді біз біреуден алып өзімізге жапсыра беруден аулақ болуымыз керек. Тікелей аудармау керекпіз ғой. Тікелей аудармау керек. Қазақтың төл сөздері өте әдемі сөздері бар. Нақты мағынасын бере алатын сөздері бар қазақтың. Сөзге бай қазақпыз ғой біз деген. Сондықтан жаңа тележүргізушілерде көп жағдайда өте үлкен қателіктер кетіп жатады. Сөзді саптаудан, сөзді ойнатудан өте үлкен қателіктер кетіп жатады. Бұл әрине біздің жаңағы ұрпағымыздың керісінше сөзді қабылдамай, ол қабылданбайды өйткені. Ағымдағы жыл ақпайды ғой қазақта. Ол қабылданбайды. Сондықтан бәрібір сол орыс тіліне кетуге мәжбүр болады. Сол тілде ойлауына мәжбүр болады. Сол себептен қазақтың өзінің төл сөзімен сөйлей білсек, біздің сөздің қадірі кетпейді еш уақытта. Ал енді асаба жөнінде Нұрсұлтан өз айтып кетер, енді асабалық стильді өзі меңгеріп жүрген жігіт қой. Енді жалпы той қуаныштарында халықтың ортақ болып жатамыз. Енді той деген нәрсені мен өзім көбіне айта бергім келмейді, негізі бар ғой. Өйткені тойда бұрынғы қазақ той тәрбие мектебі деген нәрсе қазір жоқ. Керісінше сол тәрбиесіздіктің мектебіне қарай ұласып бара жатырмыз. Енді оның ішінде өзімді жүрмін, тәрбиесіздікке де сол үлесімді қосып жатырмын. Әңгіменің ақиқаты. Өйткені енді халық соны сұрайды. Сізден соны талап етеді ғой. Соны талап етеді. Тойдың иесі маған осыны жасашы дейді. Мен өзіме салса, мен тойдың үстінде барлығын сөйлетуге де қарсымын адамдардың ше. Енді кезінде хандардың, билердің кезінде де қазақта 3-ақ би сөйлеген дейді ғой, Қазыбек би, Әйтеке би, Төле би. Енді қалың қазақтың ішінен 3 қана би сөйлеп тұр ғой сол кезде. Ал енді сол қалың тойдың ішінен 300 адамның ішінен бір 2 адам, 3 адамды ғана сөйлетер едім, егер маған салатын болса. Сосын тойда жастарға тек бірыңғай насихат әңгімелер ғана айтқызар едім. Ойын, күлкі дегендердің барлығын енді ұлттық ойындарды ойнатуға болады. Арқан тартыс, гір көтеру, сайыстар, спорттық сайыстар, соларды өткізуге болады. Онда да мәдениетті түрде өткізуге болады. Ал бірақ жаңағыдай асыр салып, билетіп, енді біздер енді жасаймыз тойдың иесі солай сұрағандықтан, бірақ негізі өзіме салатын болса, ондай дүниелердің барлығын алып тастар едім. Сосын сөйлегенде де сөзі мірдің оғындай, біреуі сөйлесе де мыңның сөзіне татитын сөз айтатындарды ғана сөйлетіп, қалғандарының бәріне сөз бермес едім. Өйткені кезінде қазақ кім көрінгенге сөз бермеген. Мысалы, үлкен бір кеңес болатын болса, мысалы тайпаның, әр ұрудың басшылары келіп отыр ғой. Бір үлкен кеңес болып жатыр. Ортада би отыр. Соның алдында үлкен шешім болайын деп жатыр. Сол кезде кімдер сөйлеген? Анау сөйлесін, мынау сөйлесін демеген. Мен сөйлеймін десе жағаласып кетіп, олай сөйлетпеген ғой. Міне қолдарында қамшы болған. Сол қамшыны тастайды. Сосын би тұрады айтады, сен сөйле дейді. Сол кезде ғана сөйлейді. Қамшыны тастап, рұқсат берілген адамдар ғана сөйлейді. Ал қамшының өзінде ортаға тастайтын, ол сол ұрудың басшысы, беделді адамы ғана сөйлей алады. Сол ұрудың атынан мысалы қарап отырсақ. Ал қазір кім көрінгенге сөз берілді, кім көрінгенге мүмкіндік берілді ғой қазіргі таңда. Бәріміз сөйлеп жатырмыз. Ол дұрыс сөйлеп жатырмыз ба, бұрыс сөйлеп жатырмыз ба? Оған ешқандай шектеу де болып жатқан жоқ. Оған ешқандай тыйым да болып жатқан жоқ. Аузың бар ма сөйле деп жатыр да қазір. Сондай қоғамға, сондай бір кезеңге душар болып тұрмыз. Сосын енді біздер енді жалпы қазақ тұлғаға қарап бір өнеге алатын, тұлғаға қарап бет түзейтін, тұлғаға қарап өзіміздің бойымызды түзейтін халықпыз ғой негізі. Кезінде мысалы біздер кішкентай кезімізде, мектепте оқыған кезімізде кімдер тұлға еді,
кімдер елдің алдында еді, кімдер қазіргі таңдағыдай публикада еді, ақындар мысалы, жазушылар, солар құрметтеді ғой. Мен әйтеуір өзім әдебиетке жақын болғандықтан ба әйтеуір мен Мұхтар Шахановпен, Мұхтар Әуезовпенен, Мағжан Жұмабаевпенен мысалы сол кісілердің өлеңдерімен, сол кісілердің шығармаларымен, сол кісілердің сөздерімен өстім да мысалы. Сондықтан сол кездегі тірі болған мысалы кешеге дейін өмір сүрген Шерхан Мұртаза мысалы, сол кісілердің әңгімесі бір мықты тас түйін еді. Сол кісілердің айтқаны бір керемет еді мысалы. Сол кісілер ғарышкерлер мысалы сол кездерде елдің алдында еді мысалы. Жақсы нәрселер, жақсы дүниеменен жетістікке жеткен кісілер елдің алдында еді. Сондықтан соны көріп өскен балада біздерді мысалы болашақта мен ақын болам, мен кітап оқимын, мен жазушы болам деп өстік та мысалы. Мен ғарышкер болам деп өстік. Ал қазіргі таңда тұлға кім? Қазіргі таңда ақын бірінші орында емес. Қазіргі таңда мысалы қазіргі таңда жазушы бірінші орында емес. Қазіргі таңда бірінші орында сол жаңағы әркімді күлдіретін, бір нәрселерді бүлдіретін, көшеде жаңағы әртүрлі пранктар түсіретін сондай кісілер қазіргі таңда қоғамның алдында. Сондықтан оны көріп өскен жастар кімді үлгі тұтады, кім болғысы келеді? Әрине сол пранкер болғысы келеді, сол әзілмен болғысы келеді, сол елдің алдында. Өйткені аналардың өмірі қызық та, қарап тұрсаң, олардың өмірі ақшасы көп сияқты. Олар шетелді аралап жатыр, әлемді аралап жатыр. Барлық жаңағы өмірдің берілген қандай жақсылықтар бар, солардың бәрін солар көріп жатыр. Сондықтан егерде мен де осындай болсам, менің де өмірім ертеңгі күні осындай болады екен ғой дейді де жастар көбінесе бағытын солай қарай бұрып кетіп жатыр да. Жалпы қоғамда қай нәрсенің жарнамасы көп, соған қарай адамдар еліктейді, соған қарай бұрылады. Сондықтан қазіргі таңда сөздің де қадір қасиетін түсіп кеткені мінекей осыдан. Қазір сөзді орнымен сөйлейтін, орнымен қолданатын адамдар қоғамда тұлға болмағандықтан, орынсыз әңгіме айтатындар, орынсыз әзіл айтатындар бірінші орында тұрғандықтан, әрине орынсыздықтар көбейе береді осылай. Өте керемет тақырыптың басын ашып бердіңіз. Жаңағы әлеуметтік желі ғой енді. Мысалы қазір сіз бірдеме айтсаңыз, даусыңызды пайдаланып TikTokқа хит қылып жібереді. Енді осы шынайы өмірдегі мен әлеуметтік желідегі сөздің салмағы бірдей ме? Қалай? Әлеуметтік желідегі сөз бен шынайы өмірдегі сөздің салмағы бірдей ме? Әлеуметтік желідегі сөз бен шынайы өмірдегі сөздің салмағы әрине екеуі екі түрлі дүние ғой. Өйткені біз көріп жүрген, жаңағы Нұрсұлтан айтып отырғандай, неше түрлі пранк жасап жүрген, неше түрлі сайқы мазақ болып жүрген адамдардың шынайы өмірі дәл сол қалыпта деп айта алмаймыз. Өйткені телеарнада талай блогерлерді көрсетті ғой. Шындығында әлемнің елдерін аралап керемет саяхаттар жасап жүрген блогерлерді көрдік, ал шынтуайтына келгенде не отбасында дұрыс тәрбие алмағаны. Мына жаңағы айтып отырған басындағы тақырыпқа оралатын болсақ, мысалға, мен айттым ғой, қазақ үш ақ ауыз сөзбен ұрпағын тәрбиелеп келе жатқан халық едік қой біз деп. Ұят болады, жаман болады, обал болады деген үш ақ ауыз сөзбен. Қазір жаңа Нұрсұлтан айтқандай, кім болса сол сөйлегеннен кейін сөздің қадірі кетті де, сөз ойнамай қалды. Бірақ сол қалай болса солай сөйленген сөз біздің жанымызға дерт болып кіріп жатыр. Ұлтымызға қауіп болып төніп тұр. Бұрынғыдай бабаның тілі емес, ананың тәрбиесі емес, әкенің қабағы емес, бізді тәрбиелеп жатқан психологтар, коуч жүргізетін адамдар бізді тәрбиелеп жатқан. Мен өзім көзіммен көрген бір оқиғаны айтайын. Менің бір танысым, жаңадан түскен жас келін, бір психологтан сабақ алып жүр. Ол айтады, мен өзім үшін өмір сүруім керек. Мен енеге қызмет етуге міндетті емеспін. Мен атаға тамақ пісіріп беруге міндетті емеспін. Мен күйеуімнің носкиін жууға міндетті емеспін. Мен өзім үшін өмір сүруім керек, өзімнің рахатым үшін. Күйеуім дейді, сонда айтып тұрғанын қараңызшы. Күйеуім мені риза ету керек дейді. Күйеуім жұмыс жасап, табыс табу керек та мені риза ету керек дейді. Маған психологтардың айтатыны ғой, әйелге көп сыйлық сыйла деген. Күйеуім маған көп сыйлық сыйлау керек дейді. Мен айтам, не үшін сонда күйеуің саған жақсылық жасау керек? Не үшін енең сенің балаңды бағу керек? Тіпті енең сенің балаңды бағуға міндетті де емес деймін. Сол ғой, мына қоғам қазір тәрбиелеп жатқан, кім болса сол, аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген, ақшасы барлар ғана. Санасы барлар емес. Санасы бар адам болса, ондай нәрсе жасамас еді. Олай халықты азғырмас еді.
кімнің қалтасында ақшасы бар, мынадай студияны кез келген адам жасап ала алады, ақшасы болса, кез келген адам подкаст түсіре алады, кез келген адам телеарнаға шығып өзін жарнамалай алады. Былай қарағанда қазір біздің телеарнада 4 сағат бойы көрсетілетін қалаулымнан басқа не бар? Дұрыс қой, менің айтып отырғаным. Ұрпақтар әжесінің, ата әжелерінің қасында отырып алып, әке шешелерінің қасында отырып алып, ұрпақтардың көретіні не? Студияда отырып бір-бірімен айқайласып отырған қыз бен жігіттің сөзі. Басқа не тәрбие алып жатыр олар? Немесе шетелдің хикаялары. Тіпті шындығы керек, өзіміздің қазақтың хикаялары, деректі хикаялары бар, мысалға көркем фильмдері бар қазақтың. Олар көрсетілмейді эфирден. Көрсетілген жағдайда да біздің түсіре алатынымыз комедияның айналасынан шыға алмай қалып жатыр. Ана Келінжан деген киноны көрдім мен, сериал. Былай қарасаңыз, ененің образында ойнап отырған адамның беретін тәрбиесі өте орасан ана жерде. Бірақ ортадағы шайпау келіндердің әрекеті, ойсыз іс әрекеті, бір-біріне абысын деген аңдысын деп бір-бірімен аңдысып жүрген абысындар. Бізде қазақта абысын тату болса ас көп деген тәрбиеміз қайда қалды біздің, деймін да мен сонда. Бір үйдің абысындары, бір әулеттің ұятын арқалап отырмыз ғой біз деп өмір сүрген жоқ па еді осы уақытқа дейін? Неге сол тәрбиені көрсетпеске? Неге сол тәрбиені әдемі түрде қазіргі халықтың тілімен жарайды күлкілі әзілмен алып келмеске? Олай болған жоқ. Міне осындай көп деген сынға ұшырап жатқан қазақтың кинолары бар қазіргі таңда. Жаңағыдай калькамен аударылған өзгелерден бір желісін алып алады да соны эфирге шығарады. Ал бұрын Ахмет Байтұрсын не деді? Газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі деп айтты. Қазір жұрт газет оқымайды дейміз. Газет оқымаса телеарна бар, YouTube бар, әлеуметтік желілер бар, иә? Халықтың көзі ашық, көкірегі ояу, бірақ санасы соқыр. Біз жүрегі қараңғы. Міне осыған келіп бара жатыр. Абай айтады ғой, жүректің көзі ашық болса дейді. Бізде жүректің көзі ашылмай жатыр. Жүректің көзін ашуға аз-аздаған мен деген, ұлтым деген адамдардың күші жетпей жатыр. Оған тікелей мына жүйелік өзгеріс керек, үлкен өзгеріс керек оған. Ал мына жоғарыдан үлкен жүйелік өзгеріс болмаса, біз бұнымен құрдымға кететін түріміз бар. Біздің бұрын қазақтың, жаңа Нұрсұлтан айтып отырғандай, той ырду-дырду болып кетті деп, қазақтың тойлары бұрын қалай өтті? Қазақтың халық әндерін біз қыздар бір жағында, жігіттер бір жағында отырып бастаңғы жасамас па еді, иә? Қыздар жігіттер отырып халықтың дәстүрлі әндерін айтпас па еді? Тіпті халықтың дәстүрлі әндеріне қарап отырсаңыз, мынадай сөздер бар. Айналайын қарағым, хал жақсы ма ақыл дейді да, сала берме көзіңді әр жақсыға халаулымай. Қараңызшы, қазақтың әнінің өзі тәрбие ғой. Әнінің әрбір сөзінің өзі тәрбие. Сол тәрбиеден кетіп қалдық та біз. Кеше мысалы Әли апамыздың 80 жылдық үлкен мерейтойында біз кімді шақырдық? Өзіміздің Әлияның 80 жылдық үлкен тойында жастар қарайды ғой деп отырдым таксиге, мас күйде деген әнді айтатын жігітті шақырды. Ал енді осы тәрбие ма бізге? Жарайды, Әлияның ол жерде ерлігі көрсетілді. Енді осы сөздерім үшін мен біраз сынға ұшырауым мүмкін. Әлияның ерлігі көрсетілді, театрлық қойылымдар көрсетілді, Әлияның әнін орындаған үлкен әншілеріміз келді. Енді сол әдемі форматта неге халыққа біз тек жастар осыны қарайды, жастар осыны күтеді деп, неге біз теріс қарай ағымға жастарды итермелей береміз өзіміз? Мен бір жылдары Гарри Поттерді аударуға кірістім. Сонда маған бір ғана баланың оқиғасы түрткі болды да, мен Гарри Поттерді қазақ тілінде оқығым келеді деді маған. Мен ол кезде балалар кітапханасының директоры болатынмын. Сосын мен айтамын, орыс тіліндегі нұсқасы бар, орыс тіліндегісін берейін. Жоқ, мен тек қана қазақ тілінде оқығым келеді. Баланың сұрағанын бере алмай тұрмыз ғой біз. Көрдіңіз бе? Бала сұрап тұр ғой. Қажет, біздің тіл оған қажет болып тұр. Сұрағанын бере алмадық. Шын мәнінде Гарри Поттердің сол кезде әлі қазақша шыққан жоқ. Мен бастап аударып бастадым соны, сол бала үшін. Бірақ мен оны баспадан шығара алмадым. Біріншіден, ол мемлекеттік келісім болу керек ол жерде. Екіншіден, заңдық тұрғыдан. Үшіншіден, қаржы оның барлығы. Мен оны жасай алмағандықтан, жаңағы баланың көңілін қимай, өзім күнде аударамда ана балаға айтам, 2 күннен кейін келсем, 2 күннен кейін келіп тұрады ол бала. Мен 2 күннен кейін кәдімгі аударып, компьютерден өткізіп шығарып сол балаға берем, ана бала оқып 2 күннен кейін қайтып келеді. Апа, 2-ші тарауын аудардыңыз ба? Апа, 3-ші тарауын аудардыңыз ба?
Ал біз айтамыз, жастар кітап оқымайды, балалар қазір тәрбиеге назар аудармайды. Ол ізденіп келіп тұр, ол сұрап тұр. Оны Алла тағала маған жолықтырып тұр. Маған сол балаға менің мейірімімді ашты да, мен сосын аудармаға кірісіп кеттім. Сөйтіп мен бір кітабын толық аударып, сол балаға бірақ бір беттен, бір бөлімнен аударып қана беріп отырдым. Кітап қылып мен шығаруға қауқарым жеткен жоқ. Міне, бізде сұраныс бар, жастар жағынан болсын, сөзге болсын, тәрбиеге болсын. Ертең тіпті әрберден кейін біздің ұрпағымыз бізді кінәлайтын болады. Неге бізді дұрыс жолға салмадыңдар деп. Сонда біз айтамыз ба, сендер дұрыс жолға салған TikTok деп, сендер ютубпен өстіңдер деп айтамыз ба, біз не айтамыз олардың бетіне? Міне осы жағы мені ойландырады. Ойланып қалдыңыз. Сіз дейсіз. Иә. Енді бұл жерде мен жаңа жастарға не ұнайды деген мәселеге келетін болсақ, біздер жалпы қазіргі таңда бір үлкен дүние бар. Не жасасақтар да осы жастарға не ұнайды екен деп қараймыз да біздер ше. Неге біздер олай қараймыз деймін да мен. Жастар деген ол жастықтың буыменен, жастықтың желіменен, жастық қайратпен ол қателеседі. Ол алып ұшып тұрған адам әр нәрсеге құмар болады. Сондықтан біздерде оларға қателесу заңды да ғой. Заңды оларға ше. Біз дұрыс жолға Сондықтан салып біздер жастар ұнататын нәрсе емес, керісінше дұрыс нәрсені жасауымыз керек қой жалпы. Міне, жалпы 40 жастан кейін адам енді өзі бір қалыпқа келеді, 40 жастан кейін толығады дейді ғой енді. Пайғамбарлықтың өзі де 40 жасқа берілген дейді. Енді осы 40 жастан жоғары қарайларға ұнайтын, соларға келетін, солардың бір ақылымен некшеленген дүниелерді керісінше біздер ортаға шығаруымыз керек та. Біздер керісінше үлкендерге не істеуге болады, үлкендерге не ұсынуға болады, үлкендерге не ұнайды деген нәрсеменен жұмыс жасасақ, керісінше ана жастар соған ерер еді та. Ал біздер көбінесе жастарға не ұнайды екен, жастардың қалай көңілінен шығамыз дейді, барлығын жастарға қарап ыңғайлаймын деп бәрін құртып жатырмыз да. Мысалы, жастарға ол жаңа ашық-шашық нәрсе ұнайды, жастарға күлкі ұнайды, жастарға сондай бір болар болмас нәрселер ұнайды. Сонда жастарға не ұнайды екен деп бәрін жастарға бағыттай берсек, біздің істеген дүниелеріміздің бәрі де сол жаңағы не болса соның басы қасында болып қалады да. Сондықтан не жасасаң да керісінше сол ана биігіңе шықта, жақсылығыңның биігіне шықта, сол жақсылығыңа қарай халықты шақыр. Мысалы, жыр термені қазір жастар тыңдамайды дейді, мысалы ше. Неге тыңдамайды? Насихаты көп болса, анау бесікте жатқаннан бастап жыр терме айтылса, әке де, ана да, бала да, қасындағы апа да, қарындас та, ұстаз да санасына соны құя беретін болса, егерде түптің түбінде ол жыр тыңдайтын адам болып шығады. Өйткені ол жаңағы алақ-жұлақ еткен дүниенің қызыл-жасылын тыңдап өскен жоқ, кішкентайынан жаңағыдай жақсы дүниелерді естіп өсті ме, демек жақсы дүниелерге оның жақсы несі қалыптасады да өзінің. Сондықтан біздер енді барлық нәрсені сол жастарға қарай икемдей бермеуіміз керек та. Керісінше қай нәрсе дұрыс деген сұрақ болу керек қой біздерде. Қай нәрсе дұрыс, қалай жасағанда дұрыс болады. Мысалы, кейбір актерларды көріп жатырмыз әлеуметтік желіде. Мықты, жақсы тарихи киноларды ойнайды, мықты батырлардың рөлін сомдайды. Ал спектакльде сахнада қарап қалсан кейбір нелерін жаңағыдай іш киімменен, несіменен сахнада шығып өнер көрсетіп, неше түрлі іс-әрекеттерді көрсетіп жатады. Қап деп қаласың да анағанша. Қап әттеген-ай. Сол биігінде тұрса ғой. Биігінде, мысалы, бұрынғы биігінде тұра бергенде ғой. Бұрынғы сол батырдың болмысымен бізге сіңіп еді ғой мына жақта. Соның болмысымен оны жақсы көретін едік қой. Ал келеді да сахнада жаңа әртіс деген ол біздер енді әртіспіз, ол кез келген рөлді де сомдай алуымыз керек дейді да, келіп жаңағыдай неге анадай биіктен анадай төменге топ ете қалады да келіп ше. Бұған дейінгі құрметің, бұған дейінгі оған сыйластығың, бұрынғы батыр көзбенен батыр деп қараған дүниеңнің бәрін шайып жібереді да жаңағыдай сахнада. Сондықтан біздің қазақтың жігіттеріне, азаматтарына, әртістеріне де мінекей осындай нәрсе жетпей қалып жатады да. Болмысың қандай, сол болмыста тұрып қал. Ол саған сол рөлді бере берсін. Сен соған ғана байланып қалып тұрған жоқсың, онсыз да мына жақта абыройың жетеді ғой. Мен кезінде осы батырдың рөлін ойнаған, осы ханның рөлін ойнаған адаммын ғой. Ренжімеші, мен бұл немене шыға алмаймын деп тоқтап қалшы, сенің абыройың одан сайын асқақтар еді. Ал олар келеді да мен мынанда ойнай алуым керек, мынанда бүйтуім керек дейді. Тым жақсы жаңа бүкіл болмысын халықтың алдында ана жерге келеді, шайып тастайды. Сондықтан қай нәрседе де жастарға ұнаймын, жастардың қалай көңілінен шығам деп қарамау керек. Керісінше халықты қалай жақсылыққа шақырам, жамандықтан қайтарам деп
деген сұрақ болу керек та. Сондықтан мен кішкентай нәрсе істесем де оны 1000 адам тыңдамай ақ қойсын, 1000 адам көрмей ақ қойсын, бір адам көрсе де әйтеуір жақсылықтың жаршысы болып жүрейінші деген нәрсе болу керек қой адамның санасында. Осы нәрсе тұратын болса, көп адам өзіндік болмысын жоғалтпайды. Ал осы нәрсе болмайтын болса, онда жаңа қоғамның ағысы менен жаңа кімге не ұнайды деп, әркімге ұнайтын нәрсені істеп жүре береміз осылай. Өте әдемі нюанстар болды. Жаңа нюанстың енді қазақша баламасы бір жаңа тың ақпарат болды. Енді жаңа айтып жатсыздар ғой, қоғамды өзгертуге болады, оның жастарға емес, жастарды түзейтін үлкен буынға айтарымыз көп болу керек. Өйткені олар да мысалы жастарымызды өзінің кезінде, КСРО кезіндегі цензура керек емес нәрселерді айтып, кейде санасын улап жібереді, оны көрген жас келеді, ренжиді, үлкенге ренжиді, басқа батыс елге еліктеп бағыт бағдарын жоғалтып алады. Сондықтан өте орынды мәселелерді қозғадыңыздар. Енді мен қояр сұрағым, сөзіңде обалы бар дейді қазақ. Сіздер үшін бұл қаншалықты маңызды қағида? Енді қазақ енді обалы бар деген сөз тыңдалмаса сөз жетім дейді ғой. Енді бұл сөздің жетімдік көретін жері шынымен енді кейбіреулер ортаға шығып жақсы сөзін айтып атады да, жақсы сөзін арнап атады, бар өмірінен жақсы өнегесін айтып жатады. Сосын сол нәрселер кейде тыңдалмай жатады да, шу менен қандай керемет әңгімелер айтылып жатады, бірақ сол әңгімелер көп құлақтарға жетпейді, көп құлақтар ол әңгімелер естігісі келмейді. Сондықтан осы сөздердің обалы бар деп ойлаймын. Жаңа айтпаймын, дүниеде не жетім деген кезде қатары сиреген қарт жетім, парқын танымаған сөз жетім дейді ғой. Сол сияқты парқын түсінбеген қанша айтып атсаң да жаңағыдай тыңдаушы жоқ болған сөз қашанда жетім. Сондықтан осы сөздің обалы болады деп ойлаймын. Апай, өзіңіз ары қарай жалғастырып жіберсеңіз. Енді бүгінгі подкастқа сіз бізді шақырған кезде де негізгі қойған мәселеңіз осы болды ғой, сөздің құны, сөздің қадірі. Егер сөздің қадірі артып тұрған болса, бұл подкаст болмас еді. Сөздің қадірі төмендеп бара жатқаннан кейін, міне сіздер дабыл қағып жатырсыздар, иә? Бабадан қалған сөзді бүгінде біз түсіне алмағандықтан соның обалына қалып отырмыз ба деп ойлаймын мен. Өйткені ұрпақтан ұрпаққа жасалып жатқан іс көп. Бабалар мұрасы деген 100 томдық кітап шықты мысалға, иә, керемет. Енді оның ішінде сонау ғасырлардан бергі келе жатқан батырлар жыры да бар, аңыз дастандар да бар, әңгімелер де бар, терме, мақал мәтел бәрі бар оның ішінде. Оқиым деген, көрем деген адамға бәрі бар. Бірақ тыңдалмай тұр ғой, сөз тыңдалмай тұр ғой, соның обалына қалып жатырмыз ғой біз. Сондықтан бүгінгі таңдағы өте ауыр мәселе сөздің ғана обалына қалып отырған жоқпыз, біз тілдің обалына қалып отырмыз өзіміздің. Ділдің обалына қалып отырмыз да өзіміздің. Сол жағынан мен қатты қиналам. Бірде менің анамның мынадай сөзі менің әлі күнге дейін өмірлік азығыма айналды деп айтсам болады. Марқұм былай деп айтқан еді маған: сүйек тамыр сүйенісіп күн көреді, ауыз тамыр айтысып артығын алады. Мен сіздермен қыз беріп сүйек тамыр болып отырмын. Мен сіздермен айтысып артығымды алып кетуге келген жоқпын деген еді. Шындығында қарап тұрсақ, біз қай заманда болсақ та, өткен біздің бабаларымыздың ізі болсын, жолы болсын, соған сүйеніп өмір сүріп келе жатқан ұрпақпыз ғой біз. Сол жолдан тайқып кетіп жатырмыз бүгінгі таңда. Сондықтан біз мына сөздің обалына қалып отырмыз ау деп мен ойлаймын. Енді сөз деген нәрсені Хакім Абайдың өзі айтқан жоқ па? Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы деп. Енді сөздің ең патшасы ол өлең. Енді сөздің қадірін түсінбегесін жерде бұл өлеңді қадірін түсініп жатқан жоқпыз. Өлеңнің қадірін түсінбегесін ақынның да қадірін түсініп жатқан жоқпыз. Ақынның қадірін түсінбегесін елдің мұң мұқтажын жеткізетін адамдардың да қадірін түсініп жатқан жоқпыз. Сол жалпы сөздің қадірсіздігінен, сөздің жаңа обалдығынан көп нәрсенің қоғамның обалына қалып жатырмыз ғой қазіргі таңда. Сондықтан енді бұл сөз тыңдау, сөзге тоқтау,
сөзді асыл қылу деген дүние ол бірден бір келетін дүние емес, ол сонау ана бесіктен бастап тәрбиеленіп сөйтіп жететін дүние ғой негізі асылында. Енді мен толықтырып кетейінші, иә. Жаңағы сөздің қадірі, сөздің обалы дегенге келгенде, бірде бір танысым келді маған. Ақыл сұрап отырды. Енді анасымен екеуі сөзге келіп қалған ғой. Сосын айтам мен, анасы жалғыз басты адам. Мен айтам, енді анаңның тіреуі сен ғой. Әкесінің орнында әке боласың, қорған боласың, бір жағынан баласысың, сен түсінуің керек қой енді. Деп сөйтіп айттым. Сонда оның мені түсінгені қалай, үйіне барып айтып барыпты да, маған әкең жоқ деп айтты. Не деген ауыр сөз. Мен оған қалай айттым, ол қалай түсінді. Осы сөзден кейін үлкен у шығып кетті, иә, анау мысалға. Сол кезде мен ойладым да, тіпті жаңағы Абай айтқандай, естуші, тыңдаушы бәрі надан болып тұр ғой енді. Мен оған қандай көңілмен айттым, мен оған анаңа қамқор болуың керек қой, қорған болуың керек. Сен енді оның қорғанысың ғой деген сөзімді ол басқаша түсіп, басқаша қабылдап тұрды. Міне осыдан кейін ол сөздің обалы кімде деп ойладым мен. Менің айтқан сөзімнің обалы кімде, оның маған жапқан сөзінің обалы кімде. Осы жағынан қарағанда мен көп ойланып, уайымдап, кәдімгі дүмпке түсіп кеттім да, оған жеңіл болып қалды да. Сонда енді қарапайым әңгімені де түсінудің өзі үлкен қазір қоғамның мәселесі болып тұр ғой сонда. Сіз айтып отырсыз, мысалы, өлеңді түсінбейді, ақылды түсінбейді. Ол оның қасындағы кәдімгі жай бүйтіп отырып сырласып айтқан әңгімені де түсіндіру қазіргі таңда қиын болып бара жатыр ғой сонда. Жаңа әңгімеңіз жаңа не сияқты болып тұр ғой, бір патша өзінің баласын бір ұстазға береді ғой. Иә. Ұстазға береді, оқыт, тоқыт, жаңа еті сенікі, сүйегі менікі деп. Сонымен не керек, жаңағы ұстаз тұрып айтады ғой жаңа баласына, патшаның баласына. Оқы әкең сияқты, ақымақ болма дейді ғой. Сонымен не керек, енді біраз уақыт өтеді, бала оқиды, ана сөз есінде қалып қойған ғой. Содан енді әкесіне барғаннан кейін ана бала айтпай ма? Маған деген ұстаз сіз туралы айтты дейді. Не айтты десе, әкең сияқты оқы, әкең сияқты ақымақ болма деп айтты дейді. Сонда бұл жерде үтірді қай жерге қою керектігін білмеді ол балашы. Оқы, ол кісі оқы әкең сияқты деп айтты ғой. Әкең сияқты оқы, білімді бол, біл деп. Оқы әкең сияқты, ақымақ болма деді оған. Ал бұл бала әңгімені керісінше жеткізіп, үтірді әкенің алдына қойып жіберді. Оқы деді, әкең сияқты ақымақ болма деген сияқты. Сонда көрдің бе, сөз қадірі деген осы нәрсе ғой. Сөзді қазір енді ол ана қадір қасиетіне жеткен, былай тұрсын, жай қарапайым әңгіменің арасындағы әңгімеңді түсінсе де қазір үлкен бір жетістік болып тұр ғой оның өзі. Бұдан кейін енді сөз қадірі деп қалай айтасың? Мысалы жаңа елді қарап жүрген ағаларымызда, мен жастарды қарату үшін ба, кейде подкасттарда андай дөрекі сөздер айтып қояды, болмашы сөздер айтып қояды, немесе жаңағыдай сен оқыдың ба, оқымасаң қалай сен әңгіме айтамын деген сияқты. Енді бұның барлығы жастарды қаратудың әдістері ғой. Енді осы андай ерлер мен ерлерді бір-бірінен жаңағыдай шүйкелестіріп қоятын, рух файтинг секілді, ер мен ерді ұрыстырып қоятын сондай бағдарламалар жаңағы қалауымнан бөлекші. Осындайларда көрген кезде шынымен Найман Садыр, Томшақ Матай деп жастар не істейді, қолданады. Тіпті жаңа құдалықта бір кісіге жаңа сен қай рудан болдыңдар дегенде, Найман, сенде ана Найман Садыр, Томшақ Матай ма деп келеке еткен кезде қызын бермей қойған жағдайларда болған екен. Енді осы медианың әсері ғой оның барлығы. Сіздер енді өздеріңіз салаларыңызда мысалы зерттеп, осы әлеуметтік желіде мен өзімді қалай жастар жағына, жастар бұл қоғамға пайдалы етсем деп зерттеп, қарап, сондай үрдістер жүргізіп жатсыздар ма өздеріңіз дамыту мақсатында? Міне нағыз елдің арасында жүрген азамат қой енді Нұрсұлтан. Енді бәріміздің ойымызда, бәрімізді толғандыратын бір дүние, әйтеуір қоғамды бір жақсылыққа шақырсақ, қоғамды бір жақсылыққа бұрсақ деген ниет бар ғой бәрімізде де. Мен осы мақсатта Тұғырлы тұлға деген бағдарлама ашқан болатынмын, ютубта канал. Енді қазір бәрі осындай подкастқа микрофонмен отырып алды ғой, қазір отырып алып ақыл айтатын болды ғой. Бәрі қазір осыны тыңдап жатыр, барлығының көретіні осы дүние. Сондықтан біз де заманның ілегінен қалып қоймайық деп, заманның толқынына біз де ілесейік деп сол каналды ашқан болатынмын. Ондағы негізгі мақсатым
қазіргі таңда біздерге енді әртүрлі адамдар жаңағы публикаға шығып жатқан заманда сол көп іс тындырған кісілер бар, көп үндемей ақ көп дүние жасаған адамдар бар, бірақ олар үндемейді да. Олар өзінің жетістігіне жетіп тастаған, өзінің білу керек мамандығын түбіне дейін ақтарып тастаған, өзінің жасау керек жұмысын соңына дейін жасап тастаған кісілер бар. Олар тек мен білем, Құдай біледі деп жүріп жатыр да. Олар жаңа мен мынаны істедім деп жұрттың алдына шығып, ондай нәрсені қаламайды ондай адамдар. Мен қолымнан келгенше сондай адамдарды өзімнің бағдарламама шақырып, сол жаңағы өзінің қызметі жолындағы әртүрлі қиындықтарды, жеткен жетістіктерді, айту керек ақылдарды сол арқылы барынша айтқызуға тырысам. Сосын мысалы бір ұстаны ортаға шақырып алам да, мысалы сол ұстаның өзінің ісі, жасап жатқан жұмысы турасында мен сұрақтар қою арқылы оның жасаған дүниелерімен қаншама өнегелі істер бар оның ше. Бір мысалы сақинаны соғудағы мынаның ішіндегі оюы, оның жасалуы, оның жаңа 3x3 болуы, оның 4x4 болуы, оның домалақ болуы, соның әрқайсында философиялық үлкен мән бар да мысалы. Сол нәрселерді мен сол арқылы айтқызуға тырысам. Сосын енді ол нәрсені бүкіл Қазақстан көрмесе де дұрыс адамдар, сол нәрсеге қызығатын адамдар, және осы сөздің, істің қадір қасиетін түсінетін адамдар қарайды, көреді, білет, сол адамдарға өнеге болады ол нәрсе. Сосын сол арқылы енді 10 адам көрсе, ол 10 адамға айтады деген сияқты, ол 10 адамға айтады. Сөйтіп әйтеуір қоғамды жайлап түзейт шығармыз деген ойдамыз. Бірақ енді біздер шынымен енді жаңағыдай күлкі, әзіл, қалжың бірінші неге шығып кетті да, қазіргі таңда. Алдыға шығып кетті, әншілер алдыға шығып кеткеннен кейін біздер енді кешеуілдеп қалдық. Сондықтан енді біздер жалпы адамзаттың жаратылуы, мен сендерді ұлысқа, ұлтқа бөліп жараттым, жақсылықта жарысу үшін деді ғой. Енді біздер олармен жарысуымыз керек қой. Олар мысалы осындай дүниені публикаға шығарып, соны кәдімгі жұлдыз қылып жіберді ма, біздер өзіміздің жақтан жақсы дүниені шығарып, сол публикаға шығар, бүкіл халыққа ұнататын қылып жіберуге қауқарымыз жетпей қалып жатыр да. Ол өзіміздің кінәміз. Бірақ сол нәрсені жоғары деңгейге біз жеткізетін болсақ, ол кезде біз ана нәрселердің бәрін ысырып тастаймыз ғой. Сондықтан күрес қой бұл жерде. Өмірдің өзі жалпы күрес қой. Туғаннан өлгенге дейін, жаңа тал бесіктен жер бесікке дейін күрес. Сол күресте әрқайсымыз қоғамға қалай пайдалы болам, кетіп бара жатқан жастарды қалай оңға қарай шақырам деген үлкен толғаныстың үстінде үнемі күресте, үнемі қызметте болуымыз керек қой. Сол кезде барып біз оларды ысыра аламыз. Біздер сәл-пәл енді ана кісілерден кешеуілдеп қалып жатырмыз, оны мойындаймыз. Бірақ түптің түбінде жақсылық бәрібір жеңеді ғой. Баратын шығармыз, Алла қаласа әйтеуір. Жетек соған. Енді менің бұған алып қосарым, бүгінгі таңда әрқайсымыз негізі міндеттіміз ұлт ретінде өзімізді аман сақтап қалуымыз үшін ұрпағымыздың алдында біз міндеттіміз. Сондықтан менің енді басты өзімнің қазіргі тәрбиелеп жатқан өзімнің балаларым, өзімнің шәкірттерім, соларда үнемі жиі айтылып отыратын сөздер, мен әсіресе мына қазақтың мақал мәтелдері. Сол қазақтың мақал мәтелдерін бүгінгі заманға, жастарға түсінікті ретінде жеткізу. Міне осы бағытта жұмыс жасағым келеді. Мен қазір соның жоспарын жасап жатырмын. Мысалға жаңағыдай бір қиын астарлап айтатын сөздер бар ғой, оны жастар көп түсіне бермейді. Бір жас маман бір балаға, балабақшадағы балаға айтқан ғой, тентек бала болып тұр ғой. Басына салып қалыпты да, ой, бір боларың болып бояуың сіңген баласың ғой деп сөйдепті ғой. Енді ол боларың болып бояуы сіңген дегенді қазақ қандай жерде айтады оны? Түсініп отырсыздар ғой енді. Ол енді талай көрерін біраз нәрсені көріп жасап тастаған адамға айтатын сөз ғой енді ол ше. Түзелмейтін, енді түзелмейсің деген, түзелмейді ау енді бұл, болар болып бояу сіңген іс қой енді деп айтады мысалға, иә. Мүлдем түзелмейтін істі айтады. Ал енді ол кішкентай балаға айтуға келмейтін сөз ғой. Ол енді жас маман сондай сөзді айтты. Сол үшін ата-анасы оны сотқа беріп, жаңағы немен, арнайы статьямен ешқандай жерде жұмыс жасауға келмейтін қылып жұмыстан шығарып жіберді. Сөздің дұрыс қолдана білмегендігінің кесірінен. Көрдіңіз бе? Оның енді өмірінде дақ болып қалды да, мен балабақшаға бармайым дейді. Мен айтам, сен балабақшаға бармайым деп емес, сен сөзімді дұрыстаймын деп.
талпын. Дұрыс қой. Тілімді дұрыстаймын деп ойлан сен. Міне сол маған оқиға себеп болды да, мен осыдан кейін мына жастарды осы қазақтың мына фразеологиялық тіркестері бар, мына мақал мәтелдері бар, даналық сөздері бар, осылардың кәдімгі көзбен көріп, құлақпен естіп, миына құйып алатындай қылып түсіндіретін сондай бір бағдарлама жасаудың жоспарын жасап жатырмын қазір. Енді алдағын Алла біледі, қадам бар, ниет бар менде. Екінші бір ойым, мына қазіргі біздің балалар Маша Медведьті көріп өсіп келе жатыр ғой. Хулиган Машаны былай қарағанда. Оның ертегісі қалай еді? Ертегісі мүлдем басқа болатын ертегідегі Маша, ал мультфильмдегі Маша қандай болып тұр қазір. Енді осыны көріп өскен бала қандай? Қазір гиперактивный. Сосын бәріміз айтамыз, ой, балаларымыз гиперактивный, отырмайды, ананы төгеді, мынаны шашады деп айтамыз, иә. Сол гиперактивный балалардың, өте белсенді балалардың мына талабына сай сондай кейіпкерді шығарды да орыстар. Шаша қарып кеткен әке шешенің орнына аюды шығарып тұр да. Енді бәрі солай қабылдайды оны. Мен бұның есесіне мақта қыз бен мысығымыз бар ғой біздің. Қазақ не деп айтады? Мақтадай жұмсақ мінезді деп айтады, иә. Мақтаны қазақ әппақ таза қалпында елестетеді. Сондықтан бізде бұл мақта қызды мен ондай Маша сияқты ұрдажық емес, әзіл қой, бірақ әдемі істерге бағыттап отыратын. Мақтаулы қыз қылғым келеді, иә, дұрыс. Сондай деңгейде жасағым келеді. Не осындай жоспарларым бар, енді алдағын Алла біледі ғой. Енді ең бірінші ниеттеніп, әрбір қазақ осылай ниеттеніп бір жақсы іске ұмтылса, кішкентай тамшыдан көл құралады ғой, өзен құралады ғой тамшыдан. Сол кішкентай осындай шағын идеялардың өзі біздің еліміздің дамып кетуіне үлкен үлес қосар еді деп ойлаймын. Сол жаңа біздерде барлық нәрсе бір әлемдік неге қарайды да, сүйенеді да. Мысалы кино түсірсе де ертеңгі күні әлемге ұнайтын әлемдік публикаға шықсақ, әлемнің аренасына шықсақ деп ше. Мультик жасаса да сол ертеңгі күні ол қаралу керек, ол жаңағыдай болу керек деген сияқты. Біздерде ниет дұрыс емес та, көрдіңіз ба? Әлем қарап, әлем қызығады. Мысалы киноларымызда, мысалы кезінде арасындағы ұятсыз кадрларды, мысалы біздер баяғыда шетелдің киноларынан көретін болсақ, қазір қазақтың кинолары да емін еркін сол нәрсеге келдік. Сосын енді неге бұлай түсіресіздер? Мысалы неге басқа тілде түсіресіздер? Енді қазақтың фильмі, қазақтың тарихы қазаққа керек қой десе, ой, ертең әлемдік жаңа нелерге ұсынамыз, конкурстарға барамыз. Сол кезде біздер әлемдік нелер бойынша, әлемдік қағидалар бойынша кинода осындай нәрсе болу керек. Әлемдік нелер бойынша осындай дүниелер жасалу керек дейді да. Сондықтан біздің ойымызда ол киномен беріліп жатқан дүниеменен ұрпақты тәрбиелеу емес, біздің түсіріліп жатқан дүниелер бойынша енді бәріне өйтіп не тақпаймыз ғой, айып тақпаймыз ғой. Әрине ұлт үшін қызмет етіп жатқандар бар. Мысалы Оян қазақты түсірген өзіміздің жігіттер бар. Олардың ниеті бөлек. Ал көбісінің жаңағы Оскар алғысы келеді, әлемдік додаларға шыққысы келеді да, көп жаңағыдай мағынасыз осындай ұятсыздау кино түсіретіндердің барлығының мақсаты әлемге шығу да. Ол әлемнен барып бір статуэтканы алып келген, білмеймін, не қызық, не абырой деймін да. Сен бәрібір осы қазақтың ортасында өмір сүріп жатсың. Сен осы қазақтың ортасындасың. Сондықтан сен қазаққа керексің. Сен ағылшынға керек емессің. Сен Қытайға керек емессің. Сен басқа ұлтқа керек емессің. Сен қазақсың ба, сен қазаққа ғана керексің. Сен қазақтың ғана тұлғасысың. Сен осы қазақпен ғана өсесің, қазақпен ғана өлесің. Қазақпен ғана бар боласың, қазақпен ғана жоқ боласың. Осы нәрсені түсінуіміз керек та. Оп баста ниет дұрыс болу керек та. Сондықтан амалдар ниетке байланысты демеймін. Жаңағыдай ниетіміз әйтеуір жақсылыққа шақыру болып сүрген нәрселер, жақсылыққа шақыру болып жасалған дүниелер түптің түбінде сол ниетке жетеді. Егер де жаңағы жамандықты қалап, я болмаса Оскарды қалап жасайтын болсаң, сен Оскарға жететін шығарсың, бірақ мына жақта сен бәрі халықтан жақсылық ала алмайсың. Жақсы адам болып қала алмайсың. Ал егер де сен ниетің әйтеуір осы тәрбие беру болса, сен 20 миллион халықтың бәрін тәрбиелемей ақ қой, соның ішінде
бір оны дұрысталатын болса, сенің сол түсірген фильміңнен, сенің жасаған дүниеңнен бір 10 адам қоғамда дұрысталатын болса, соның өзі сенің маңдайыңнан келеді да. Өйткені ол 10 адам ертең 10 семьяны дұрыстайды да, 10 отбасыны дұрыстайды да. Ол 10 отбасы дұрыс болатын болса, одан әрқайсысына бір 3 бала, 2 бала, 5 бала дүниеге келетін болса, соны тәрбиелейді да. Ол 5 бала ертеңгі күні 5 отбасыны сөйтіп қоғам дұрысталады да. Сондықтан өзі теңіздей дүниеге тамшыдай демей ме? Жалпы жақсылық, жалпы жақсы адамдар, жалпы жақсы нәрсе өзі қоғамда көп болмайды өзі. Байқайсыздар ғой, қай қоғамда да. Өйткені бәрі жақсы болып кетуі мүмкін емес қой. Сондықтан арасынан бір өзі Құдай таңдайды ғой бір жақсыларды. Солар шығып, солар үлгі болып, солар өнеге болып, солар елді қалған топты жақсылыққа шақырады да. Сондықтан қай кезде де жақсылықтың жарышы ол аз болады. Бірақ аз болса да салмақты болады. Кезінде Орбұлақ шайқасында мысалы жаудың әскерінен қаншама есе 10 есе аз болып тұрып жеңген жоқ па? Жеңді. Ухудта қаншама мысалы аз болып тұрып қаншама шайқасты. Тарихта қанша өнеге алды. Мысалы Бәдір соғысында қаншама көп әскермен қаншама аз сарбаз соғысты. Сондықтан негізі барлық нәрсе сапада. Ол аздықта көптікте емес, ең басты нәрсе сапада да. Сондықтан аз жасайсың ба, көп жасайсың ба, сапалы дүние жасау керек та. Бір нәрсе жасасаң да сапалы дүние жасау керек та. Сол кезде ол бәрібір түптің түбінде ниетіңе жеткізеді. Әр бағдарламаның өзінің айдарлары болады. Мысалы қызықтаймызда жаңа краш көзқарас деген секілді. Қарайтын. Сол секілді бізде кішкене шағын айдар бар. Енді сізден бастайын. Келін болсын, кейде апаларымыз, аналарымыз болсын, мимикамен жеткізген ғой. Мимикамен бірге жаңағыдай. Сөзбен емес, мимикамен жеткізген. Енді мен сізге бір кішкентай не қойып көрейін. Ашуды, мысалы балаңызға ашуланып тұрсыз. Мимикамен қалай жеткізер едіңіз? Қайда қарайын? Ана камераға қараңыз. Қалай еді? Ашулануым керек та? Иә, ашулы. Сізге намысыңызға тиетін сөз айтты, сіз оған сөз шығындамайсыз, бірақ бір көзқарас. Oldu ма? Көзін бақырайт жіберсе болды, біздің апай. Үндемей қалады. Керемет. Сізге енді кішкене басқаша болсын. Сіз 17-ші ғасырға түсіп кеттіңіз. Осы дүниеден тек бірақ қана затты алып кете аласыз. Ол зат не болушы еді? 17-ші ғасырға iPhone 16 алып кететін шығар десең. Зарядкасымен. Басқа білмеймін, енді бұл заманның енді үлкен бір жетістігі, ол заманға барып көрсете алатын жетістігі қазір осы телефон болып тұр деп ойлаймын енді. Айсылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызған, барғызған барлық жерлерге. Телефон алып кететін шығармын. Керемет. Қылыш нелер ояқтан табылады ғой енді. Бір рет бір танысым айтып еді, ана немерем телефон ойнай береді дейді, қайта. Сосын айттым дейді, құрсын мен, сен телефон қарай бересің, мен айтқанды тыңдамайсың вообще. Мен айтып жатырмын, мен өлем шығар осы, мен өлем шығар деп едім дейді. Әже өлсең телефонды ұстап кетші деп еді. Сол сияқты дейсіз. Керемет. Енді ақырғы сұрақ қойын, сонымен подкастымыз тамамдайды. Сіз үшін өмірдегі ең салмақты, ең елеулі сөз қандай? Қай кезде айтылды, не себепті есте қалды? Апа, сіз айтсаңыз. Мен үшін ең елеулі сөз Хакім Абайдың мына сөзі. Дәмі қайтпас, бұзылмас тәтті бар ма? Бұл 5 күннің орны жоқ аптығарға. Қай қызығы татиды қу өмірдің, татуды араз, жақынды жатқыларға дейді Хакім Абай. Шынымен енді бұл 5 күн қазақ айтады ғой, жалған дүние дейді ғой. Жалған дүниеде біз шынайы құрметтеуіміз керек нәрселерді құрметтемей, керісінше болар болмас дүниелерді асылымыз қылып, болар болмас дүниелерді бір құрметті қылып, болар болмас дүниелерді бір керім қылып ортамызға шығарып алып жатырмыз да. Сондықтан жалпы өмірде ағайыныңнан, туғаныңнан, жақыныңнан, жаныңдағы адамдардан артық ештеңе жоқ та. Сондықтан сөз қадірін біліп, өз қадірімізді біліп, жанымыздағылардың қадірін біліп, жақсы өмір сүргіміз келеді.
Мен үшін өмірдегі ерекше бір есімде қалған сөздің бірі, және осы күні де мен өмірлік өзімнің күнделікті ойымда ұстап жүретін сөздің бірі, қарнымның ашқанына емес, қадірімнің қашқанына жылаймын деген ғой. Қай уақытта да қарның ашқаны ештеңе емес. Бүгін қарның ашса, денің сау болса, Алла тағала сені аш қалдырмайды. Қадіріңнің қашқанынан артық жаман қасиет жоқ. Дүниеде ешкімге керексіз болып қалудан артық жаман қасірет жоқ. Дүниеде іздеусіз қалғаныңнан жаман қасірет жоқ. Абайдың сөзінде де айтады ғой, қазақ баланы не үшін тілейді дейді. Өлген соң артымнан жыласын деп, артынан іздесін деп тілейме деген. Сонда артыңда іздейтін адамың жоқ деген ол жалғыз өлген адамға қатысты нәрсе емес. Өлген адам көміледі. Туысы жоқ болса да, баласы жоқ болса, ұрпағы жоқ болса да көпшілікпен көміледі. Анда-санда басына барып Құран оқып тұратындар болады. Таныстары, туыстары, тіпті еске алатындар арасында болады, иә. Өлген адам деген ол іздеусіз қалған адам ғой. Қадірсіз адам ғой. Сондықтан дүниеде қадірсіз қалудан бәрімізді Алла сақтасын. Өте керемет, өте өзіме пайдалы болады, жеке көрермендерге де пайдалы болады деген сенімдемін. Енді айтылған сөз атылған оқ дейді. Біз қазақ халқы сөзді бағамдай білген халықпыз. Осы тақырып өте мардымды тұрғыда ашылды деп ойлаймын. Қонақтарымызға ерекше рахмет айта отырып, және сіздерден біздің осы бағдарламаға қолдау көрсетіп, тіркелім жасап, лүпіл басып, пікірлеріңізді жазсаңыздар, және де келесі қонақтарымызға қандай айдар өткізсек, соны жаза өтсеңіздер, бізге пайдалы болар еді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қош саламатта болыңыздар.